Сәлеметсіздер ме? Есімім Бекжан. Онлайн продюсер курсының бірінші лекция студенті боламын. Негізінен курсқа дейін табысым 5 миллиондай тауып жүрдім. Яғни былай айтсам болады, осы инфобизнеске келместен бұрын бірнеше салаларда жұмыс істеп көргем. Яғни финансовый компанияда, бухгалтериясында, финансовый отделында жұмыс істегем. Одан кейін барып маркетинг, строительный компанияның маркетингді жүргізгем. Одан кейін осы 2020-ның ноябрінен бастап, яғни қараша айынан бастап, мен толықтай инфопродюсерлікпен айналысып жүрмін. Өйткені сол салада алғашқы қадамдарым сол кезден басталды. Демек, сол уақыттан бері талай эксперттерге продюсерлік жасап, қадалып та, табыс тауып та үлгердім штабқа дейін. Бірақ штабтан кейін бірнеше эксперттер таптым. Одан кейін қайтсам болады, сол продюсерлікті жүйелі түрде жасай алдым. Қазіргі таңда осы B-маркетинг компаниясында яғни 5 түрлі экспертпен жұмыс жасап жатырық. Айлық обороты 60 миллион, 58-60 шақты жұмыс жасайды. Курсқа қалай келдіңіз дегенде, курсқа негізі мен 2019-дың соңынан бері Бақытай Мырзаның оқырманымын. Сол уақыттан бері шыққан барлық курстарын сатып алдым десем де болады. Сондықтан осы онлайн продюсерлік курсыда сол менің кезекті бір курстарым болды. Сондықтан мен Бақытай Мырза арқылы келдім десем болады. Штаб орталығына не үшін келдім? Яғни мен бұл жерде продюсерлі ортасын тапқым келді. Яғни ол мақсатыма жеттім десем де болады. Осы арқылы бірнеше эксперттер таптық, әлі сол кісілермен жұмыс жасап жатырық. Яғни мен қазір сабаққа келмесем де белгілі бір ортам бар. Өйткені мысалы мен қазір көріп отқан жастар барлығын танып отырмын ғой. Олар да келеді, ақыл кеңестерін сұрайды. Былайша айтқанда мен өз дегеніме жеттім деп ойлаймын. Мысалы қазір барлығы курс оқыдым, сразу бір үлкен бір ақша тапқысы келеді. Яғни бұл жерде қолданатын инструменттер негізі бірдей, бірақ кейбіреулеріне бәрі бір жаңағыдай тәжірибе жетіспейді. Сондықтан мысалы айтарым, бірінші вебинар қадалдыңыз, екінші вебинар атпай қалды, сіз үшіншісін жасаңыз, төртіншісін жасаңыз, по-любому бір нәтиже болады. Менің өз басымнан айтсам, 12-ші вебинарым атқанда, оға дейінгі барлық вебинарларда қадалған. Басқа жақтан ақша табасын, қайттан жасайсың, шықпай қалады, жасайсың, бір ай уақыт кетеді, кәдімгідей дайындаласың, сөзінде атпай қалады. Бұл жерде бұл қазіргі жасап атқан жұмыстардың нәтижесі, жемісі кезінде атпай қалған вебинарлардың несі деп ойлаймын, қорытындысы, салдары деп ойлаймын. Сондықтан қадалудан, жасаудан қорықпау керек. Мәселе фокус сіздің жасап-жасамауыңызда. Мысалы, қазір оқып атқандар штабта студенттер бар ғой, олар басында мынандай нәрсеге ойлау керек. Қазір берілді, инструменттер берілді, осыны жасау. Ал кім қалай жасайды, ол әркімге әртүрлі, әркім өз деңгейінде жасайды. Сіз мүмкін жаңағы инструменттерді дұрыс қолдана алмай жатқан шығарсыз. Сондықтан оған уақыт керек та. Уақыт арқылы, тәжірибе арқылы былайша айтқанда пісесіздер.